Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 90-шы сабақ санды өрнектерді салыстыру. Алдымен менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Күнделікті сабақтар шығып отыратын болады. Келесі балалар бізде бірінші есеп, тапсырманы оқып шығайық. Суретте ұлттық киім киген неше бала бейнеленген. Ұлдар мен қыздардың санын салыстыр. Музыкалық аспаптары бар балаларды басқа балалармен салыстыр дейді. Бұл жерде барлық ұлттық киім кигендер саны бізде жалпы 10 екен. Қазақтар, өзбектер, орыстар, украиндар, немістер. Енді ұлдардың санын санап шығайық. Әр ұлтта бір-бір ұлдан бейнеленген, яғни ұлдардың саны 5. Және қыздар бізде әр ұлтта бір-бірден, яғни 5 екен. Ұлдар мен қыздардың саны жалпы балалар бір-біріне тең болады екен. Тең белгісін қоямыз. Енді біз аспаппен тұрған ұлтты табуымыз керек. Қазақтарда қыз балада бар аспап, өзбектерде ұл балада, орыстарда ұл балаларда бар екен. Яғни 3 аспаппен тұрған ұлттар бар екен. Енді аспапсыз бізде 7 екен. Яғни бұл жерде бізде үлкен аспапсыз тұрған ұлттық киім киген ұлт екен. Келесі балалар бізде номері 2-ші есеп, теңсіздіктер құрастыр дейді. Бізге астында ұлттық киімдер берілген және мысалдар берілген. Енді біз барлығын бір-бірімен салыстырамыз. 4-ке 2-ні қоссақ 6 болады. 3-ке 2-ні қоссақ 5 болады. Яғни 6 бізде үлкен екен. Келесі 4-ке 3-ті қоссақ 7 болады. 3-ке 3-ті қоссақ 6 болады. 7 6-дан үлкен екен. Енді 3-ке 2-ні қоссақ 5, 3-ке 3-ті қоссақ 6. 6 5-тен үлкен екен. Осылай балалар біз теңсіздік құрастыруымыз керек. Енді 4-ке 3-ті қоссақ 7, 4-ке 2-ні қоссақ 6. Яғни 6-дан 7 үлкен екен. Келесі балалар бізде номері 3-ші есеп, жұптық жұмыс. Тапсырма бізде 2 санды сан мен өрнекті, 2 өрнекті қалай салыстыруға болатын есіңе түсір. Яғни салыстырып шығамыз. 50 және 90 берілген. Бұл жерде үлкені 90. 30 және 50. Үлкені 50. 70 и 30 саны берілген. 70 30-дан үлкен балалар. Енді келесі 2-ші бағанға қараймыз. 10-ға қосамыз 20-ны. 30 болады екен. Және 30 саны берілген, яғни екеуі бір-біріне тең болады екен. 90-нан 70-ті азайтсақ 20, келесі бетте бізде 60 тұр. Яғни 60 20-дан үлкен екен. 20-ға 20-ны қоссақ 40, екінші бетінде 30 жазылған, яғни 40 30-дан үлкен. 50-ден азайтамыз 20-ны 30-ға тең, 60-тан азайтамыз 30-ды 30-ға тең. Екеуі бір-біріне тең екен. 100-ден азайтамыз 40-ды 60-ға тең, 30-ға қосамыз 30-ды 60. Екеуі бір-біріне тең болады екен балалар. 20-ға қосамыз 40-ды 60, 60-тан азайтамыз 40-ды 20. Яғни 60 20-дан үлкен. Осылай салыстырып жазамыз. Келесі бізде номері 4-ші есеп, өзіндік жұмыс. Суреттер бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр дейді. Бұл жерде бізде бірінші сурет бойынша әшекейлер берілген. Яғни қызыл әшекей бізде 3, және көк 2. 3-ке 2-ні қосамыз. Келесі бағанда, оң жақ бағанда бізде 3 қызыл әшекей, 3 көк әшекей берілген. 3-ке 3-ті қосамыз 6 болады екен. 3-ке 2-ні қоссақ 5. Яғни бұл жерде
6 саны 5-тен үлкен екен. Келесі астында бізде әшекей берілген білезік. 3 сұр түсті білезік, 2 сары түсті білезік берілген. Яғни 3-ке 2-ні қосамыз. Енді келесі оң жақ бағанда 2 сұр түсті және 4 сары түсті білезік берілген. Яғни 6-дан 2 сұр түсті білезікті аламыз. Енді екі жақты салыстырайық. 3-ке 2-ні қоссақ 5, 6-дан 2-ні азайтсақ 4. Яғни 5 4-тен үлкен екен. Келесі астында бізде 3 жасыл түстен және 2 сары түстен берілген екен. 5-тен 2-ні азайтып тастаймыз. Сонда ол жерде 3 болады екен. Енді келесі бағанда 3 жасыл түсті, 3 сары түсті берілген екен. Яғни 6-дан азайтамыз 3-ті. Енді екі жақты салыстырайық. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 қалады. 6-дан 3-ті алсақ 3. Екі жақ бір-біріне тең болады екен. Осылай салыстырып жазатын боламыз. Келесі балалар бізде номері 5-ші есеп. Суреттер мен қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр. Оларды шығар дейді. Бірінші суретке қараймыз. Бізде яғни бұл жерде барлығы яғни 5 қыз бала берілген жазамыз. Болды бізде 5 қыз, кетті бізде 2 қыз көк киімде. Қалды бізде белгісіз неше қыз. Шешуін шығарамыз. 5-тен 2-ні азайтамыз. Сонда бізде тең 3 болады. Жауабы 3 қыз қалды деп жазамыз. Енді екінші оң жақтағы суретке қараймыз. Бұл жерде бізде болды 3 қыз, оған келіп қосылды 2 қыз. Барлығы белгісіз неше қыз. Шешуі 3-ке 2-ні қосамыз, тең болады 5. Яғни жауабы барлығы 5 қыз болды деп жазамыз. Келесі бізде соңғы 6-шы есеп балалар. Сиқырлы сандар дейді. Бұл жерде бізде әшекей білезіктер берілген 3 сұр түсті білезік. Яғни біз жауабы 90 шығу үшін қандай сандарды қосуымыз керек? Яғни 30 қосамыз 30. Оған қосамыз 30-ды. Сонда жауабы балалар 90-ға тең болады екен. Енді астында бізде сары түсті білезіктер берілген. Жауабы 20 шығу керек. Яғни 10 қосамыз 10. Тең болады 20 болады екен. Келесі бізде балалар сұр түсті білезікке қосамыз сары түсті білезікті. Яғни жауабы белгісіз деп қойған. Яғни бұл жерде біз жаңа сұр түсті білезікке 30 санын жазған болатынбыз. Сары түсті білезікке 10 саны. Яғни 30-ға 10-ды қоссақ тең болады 40. Осымен барлық есептер аяқталды. Балалар сау болыңдар.